Қайырлы күн. Мен бүгін осы видеода сіздерге арықтаудың оңай жолын алмамен арықтау туралы айтатын боламын. Алманың денсаулыққа пайдалы екенін барлығымыз білеміз, бірақ алмамен арықтау туралы естігендеріңіз бар ма? Әрине мен мұнда алмамен диета туралы айтып отырған жоқпын. Алмамен арықтау туралы естімеген болсаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. 2007 жылы ақш-тың Пенсильвания университетінде ғалымдар қызықты зерттеу жүргізеді екен. Бір топ адамдарды алып, оны екіге бөліп, бірінші топ адамдарына түскі тамақтың алдында шамамен 15 минут бұрын алма береді екен күнделікті. Ал екінші топ адамдарына алма бермейді екен. Сөйтіп, бұл зерттеудің нәтижесінде түскі тамақтың алдында алма жеген адамдар күнделікті шамамен 200 калория тамақты аз ішкені дәлелденген екен. Енді бұл зерттеудің нәтижесінің мен механизмін түсіндіріп берейін, неліктен тамақ ішкеннің алдында алма жегенде адамдар азғантай тамақ ішеді. Ол үшін алманың құрамына көз жүгіртейік. Алма шамамен 85-86% судан тұрады. 4-5% клетчаткадан тұрады. Ал клетчатка мен су адам семіртпейтін барлығымыз білеміз, Онымен қатар клетчатка мен су адамның асқазанын, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Одан бөлек алма мен клетчатка асқазанға барады да, набухать етіп, ісініп, чувство наполненности дейді ғой, яғни асқазанның толу сезімін береді. Және де алманың құрамында глюкоза және фруктоза деген қант түрлері бар. Бұл глюкоза мен фруктоза қанға тез сіңеді, сөйтіп адамға тою сезімін тез береді. Сондықтан адам тамақ ішердің алдында алма жеген кезде, одан кейін алма жеп тамақ ішкен кезде адам тезірек тояды, яғни әдеттегіден азырақ тамақ ішеді екен. Енді мұнда айта кететін нәрсе, бізде жалпы Қазақстанда алманың түрлері өте көп, қызыл алма да бар, жасыл алма да бар, сары алма да бар. Бірақ та қызыл алмада ішінде глюкозаның құрамы көбірек болады. Глюкоза деген ол қанттың түрі, сондықтан егер де сізде артық салмақ бар болса, сіз артық салмақтан арылуға тырысып жүрсеңіз, егер сізде таңдау бар болса, лучше дұрысы қызыл алма емес, жасыл не болмаса сары алма алғаныңыз дұрыс екен. Бірақ та мұнда айта кететін нәрсе, бәр алма, кез келген алма денсаулыққа пайдалы, барлығының құрамы жақсы. Бірақ дегенмен егер сізде артық салмақ болса, сіз үшін ол маңызды болса, онда глюкоза азғантайырақ жасыл не болмаса сары алманы қолданғаныңыз дұрыс. Одан бөлек тағы айтатын нәрсе, біз айттық, алма денсаулыққа пайдалы деп, денсаулыққа пайдалы деп айттық. Сондықтан алманы жеген кезде біз үшін барынша дұрысы ол табиғи алма жеген дұрыс, табиғи ортада өскен алма, естественный ортада өскен алма. Оның сыртында құрттары болуы мүмкін, нүкте, сызықшалары, қотыры болуы мүмкін. Бұл дегеніміз алманың барынша табиғи ортада өскеннің белгісі екен. Ал егер алма бір жылтырап тұрса, бір картинкалардағы сияқты болады ғой, қып-қызыл не болмаса жап-жасыл, жіп-жылтыр болып, үстінде бір мін жоқ, не нүкте жоқ, не сызығы жоқ, не құрты жоқ болса, скорее всего, бұл алма химиялық жолмен өскен, не болмаса сырты шетір восктармен обрабатывать етеді, сырты жылтырап тұр үшін, әдемі болу үшін, жақсы өту үшін. Ондай алмадан негізі мүмкіншілік болса, ондай алма алмаған дұрыс, өйткені ондай алманың құрамы да жақсы болмайды әдетте. Одан бөлек тағы бір айтатын маңызды қызықты нәрсе, мен өзім көп байқаймын адамдардан алманы жеген кезде сыртын ашып тастайды көбі. Шын мәнінде қыздар айтып өттім, алманың сыртында клетчатка деп, клетчатка біз айттық асқазанға, ішек жолдарына өте пайдалы деп, жұмысын жақсартады деп. Сондықтан сыртын аршымаған дұрыс. Одан да бөлек тағы айтатын маңызды нәрсе, мына қабығының астында, тура астында өте денсаулығымызға керекті қоректік заттар бар екен. Сондықтан алманың сыртын аршымай тұтастай жеген өте пайдалы денсаулыққа. Одан кейін алманың тура ортасында дәнектері бар, ал дәнектері йодқа бай екенін білесіздер ме? Бізде Қазақстанда адамдардың көбінде йод жетіспейді, Сондықтан алма жеген кезде сыртын аршымай, барынша табиғи алма таңдап, одан кейін жеген кезде 1-2 дәнегін жесеңіздер болады. Бірақ та мұнда айта кететін маңызды нәрсе, дәнегін 5 штуктан көп жеуге болмайды. Бұл ғалымдар айтады, өйткені денсаулыққа өте қауіпті деп, оның құрамында бір улы зат бар екен. Егер де 1-2 штук жесеңіз, ол ничего страшного, а егер 5-ден көп жесеңіз, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан қыздар, жігіттер алма жеген кезде барынша табиғи, сыртын аршымай, ішіндегі 1-2 дәнегін жегендеріңіз дұрыс екен. Ал неге қатысты, экспериментке қатысты айтатыным, егер де қаншама адамға эксперимент түрінде дәлелденген болса, алма жегеннен кейін адамның тамақты аз ішетіні, яғни бұл әдіс жұмыс жасайды деген сөз. Егер сіз артық салмақпен күресіп жүрсеңіз, осы саланы зерттеп жүрген болсаңыз, осы әдісті міндетті түрде көріңіз. Қанша адамға көмектескен болса, яғни бұл әдіс жақсы жұмыс жасайды деген сөз.
Егер де сіздерге осы видео қызықты болса, пайдалы болса, маған лайк қойып, маған жазыла кетіңіздер. Және де мен үшін сіздердің кері байланыстарыңыз өте маңызды. Сондықтан астына өздеріңіздің пікірлеріңізді, алма туралы қандай алма таңдайтындарыңызды, қалай таңдайтындарыңызды жаза кетсеңіздер, мен үшін қызық болады.